Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендерді көргеніме қуаныштымын. Ал енді біз сендермен үш тілде амандасайық. Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Hello. Балалар, мен сендерге қызық жұмбақ жасырғым келіп тұр. Мені мұқият тыңдап, жауабын айтамыз. Ендеше тыңдаймыз. Ашса кезек, үш көзін, айтты деп оқы, үш сөзін. Тоқта, сақтан, жол ашық, жүрме жолға таласып. Бұл не, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл бағдаршам. Жарайсыңдар. Дәл таптыңдар. Балалар, барлығымыз менің қолымдағы суретке назарымызды аударамыз. Балалар, бағдаршам қайда тұрады? Өте дұрыс айтасыңдар. Бағдаршам жол бойында тұрады. Ал енді бағдаршамның неше көзі бар? Өте дұрыс айтасыңдар. Бағдаршамның үш көзі бар. Ал енді бәріміз санайықшы. 1, 2, 3. Өте жақсы, балалар. Ал енді барлығымыз менің қолымдағы үш санына назарымызды аударамыз. Сендерге мен тақпақ оқып беремін. Мұқият тыңдаймыз. Екіліктен кейін қараңдар. Үш саны шықты. Жарандар. Үшінші орын тұрады. Үш ілмектен тұрағы. Балалар, енді тақтаға назарымызды аударамыз. Ол жерде үш саны және үш зат берілген. Мен сендерге сұрақ қоямын, сол сұраққа жауап бересіздер. Ендеше бастаймыз. Балалар, неше алма бар? Өте дұрыс. Бір алма бар. Ал неше алмұрт бар? Өте жақсы. Бір алмұрт бар. Ал неше банан бар? Өте дұрыс. Бір банан бар. Балалар, біз бұларды бір сөзбен қалай атаймыз? Өте жақсы. Бұларды біз бір сөзбен жемістер деп атаймыз. Ал енді осының барлығы жалпы қанша жеміс болды? Өте дұрыс. Барлығы 3 жеміс болды. Жарайсыңдар, балалар. Дәл таптыңдар. Балалар, сендер бір санын орыс тілінде қалай аталатынын білесіңдер ме? Жоқ, ендеше менің артымнан қайталаймыз. Мені мұқият тыңдаңдар. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Өте жақсы, балалар. Ал енді тағы да бір қайталайық. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Өте жақсы, балалар. Жарайсыңдар. Ал енді бәріміз орнымыздан тұрайық. Сергіту сәтін жасап, бір сергіп алайық. Қанеки, балалар, менің артымнан қайталаймыз. Аспанға қарайық. Күнге қолды созайық. Құстар қалай ұшады,
қанаттарын қағады. Құстар қонады. Құстар су ішеді, жем жейді. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Құс аспанға ұш. 1, 2, 3. Құс аспаннан түс. Жарайсыңдар балалар, бәріміз бір серкіп алдық, енді орнымызға жайғасайық. Балалар, енді біз ойын ойнайық. Ойынымыздың аты сиқырлы математика деп аталады. Алдарында суреттер берілген. Сол суреттерге байланысты мен сендерге жұмбақ жасыратын боламын. Сол жұмбақтардың шешуі бойынша алдыларындағы сандарды суреттерге қоясыңдар. Ал енді мені мұқият тыңдаңдар. Аспанда күн нешеу? Жапалақтың көзі нешеу? Бағдаршамның неше көзі бар? Балалар, енді барлығымыз сендердің жұмыстарыңды тексерейік. Өте дұрыс балалар. Барлықтарын сандарды орын-орнымен орналастырған екенсіңдер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қанекей, біз сендермен манағы сандардың басқа тілде қалай аталатынын қайталайықшы. Ендеше бастайық. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Тағы да қайталайық балалар. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Балалар, бағдаршамның көздерінің артында бізге берілген тапсырмалар бар екен. Орындауға дайынбыз ба? Ендеше бастайық. Бірінші қызыл көздің тапсырмасы сандардың оң және сол жақ көршісін тап. Екінші сары көздің тапсырмасы сымда бір торғай отыр. Оған бір торғай келіп қосылды. Барлығы қанша болды? Үшінші жасыл көздің тапсырмасы күз мезгілдері неше айдан тұрады? Балалар, қалай ойлайсыңдар? Күз мезгілі неше айдан тұрады? Дұрыс айтасыңдар, 3 айдан тұрады. Қанекей, бәріміз айтып шығайықшы. Қыркүйек, қазан, қараша. Өте жақсы балалар. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміз өз мәресіне жетті. Енді балалар, біз бүгін қандай санмен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, 3 санымен таныстық. Ал 3 санының алдында қандай сандар бар? Өте дұрыс айтасыңдар, 3 санының алдында 2, 1 сандары бар. Жарайсыңдар балалар, барлықтарын бүгін жақсы қатыстыңдар. Рахмет сендерге көп-көп. Сау болыңдар.